Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Албердіңға деген жырмен байланысты өзінің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Жырдың негізгі идеясын қандай мақал-мәтелмен түйіндер едің? То есть спрашивается, какой пословицей или поговоркой ты бы описал главную идею эпоса? Жауабымызды видеоның астында көре аласыздар. Және жауабымыз осындай болады. Жырдың негізгі идеясы өз отанын қорғау. Отан туралы мақал-мәтелдер өте көп. Мысалы, отансыз адам, ормансыз бұлбұл, немесе туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Бірақ менің ойымша, отанды қорғау идеясын нақты түсіндіретін мақал-мәтелдер осылар. Отан үшін отқа түс, күймейсің, және отан, оттандастық. Енді барлығын аударайын. Основная идея данного эпоса – защита Родины. Есть очень много пословиц и поговорок насчет Родины. Например, человек без родины, кукушка без леса, или не найдется земли, как родная земля, не найдется страны, как родная страна. Но по моему мнению, пословицы и поговорки, которые в точности описывают идеи данного эпоса, это ради родины, даже в огонь прыгай, не обожгешься, и родина горячее, чем огонь. Болды достар, сау болыңыз.